Ассалаумағалейкум. Жойттар сарттарға шабуыл жасапты. Қазақша айтқанда жойт сартты шауыпты. Израильдің Иранға тұтқиылы шабуыл жасау және Иранның өте жоғары дәрежелі әскери мамандарының, атом қаруын жасайтын маманның және әскери істер қолбасшылығының орынбасар қолбасшысының, тағы бірнеше генералының осы шабуылда өлуі, бұл енді Орта Шығыстың уақытша болса да тынышталып қалған жағдайын оны арман ушықтыратын болды. Бұның бізге пайдалы жағы да бар, пайдасыз жағы да бар. Бірінші, пайдалы жағы бұл Иран мына Ресейді шахид дрондарымен, шахид зымырандарымен қамдап отырған ел. Ал олардың шахид дрон, шахид зымырандарын Қытай технологиялық тұрғыдан, Қытайдың Huawei корпорациясы, тағы басқа чип өндіретін компаниялары Американың тыйым салынған, санкцияланған чиптерін сол Иранға тасымалдау, жеткізу арқылы сол жерде сол өндірісті ашып отыр. Сөйтіп Иранның қолымен өндірген сол төмен деңгейдегі шахид дрондары мен зымырандары қазіргі Ресейдің Украинаға шабуылдайтын негізгі қаруының көзі сол болып отыр. Ал Иранға бұны осы жолғы шабуыл арқылы Иранның осы әскери мүмкіндіктерін, әсіресе дрон және зымыран өндіру мүмкіндіктерін жойып жіберсе, бұл Ресейге келетін үлкен қару-жарақ көмегінің алдын алған болады. Бұның пайдалы жағы осы. Енді бұның бір зиянды жағы бар. Иран атомды байтам, байтпайым, уранды байтам, байтпайым деген адам. Оның атом технологиясы негізі сол Қытай Ресейден келеді, атом технологиясы. Ал Иран сияқты террористік және диктатуралық режим, әсіресе бүкіл осы Йемен хуситтерін қаржыландырып отырған, Хезболланы қаржыландырып отырған, бүкіл Башар Асадты қаржыландырып отырған, Хамасты қаржыландырып отырған, және бұл осы Иранның қолы арқылы Қытай мен орыс бүкіл дүниені лаңғадағы былықтырып отырған, бүкіл дүниедегі осы лаңкестік, кісі өлтіргіш, жарғыш, атқыш, шапқыш, осы кісі өлтіргіштерді қаржыландырып отырған осы Иран, Қытай, Ресей үшеуінің енді тегі сипаты бір болып отыр. Біреу Қызылбас, біреу Атажау Қытай, біреу Атажау Қызылбас сарт, біреу Атажау орыс, бірақ осы зұлымдық үштігі бәрібір міне одақтасып отыр. Енді атомын жойып жіберетін болса, бұл мүмкін мәлім деңгейде бүкіл адамзатқа пайдалы бір шаруа болады. Енді үшінші бір бұның жаман жағы. Дүниеде мұнайдың бағасын төмендетеміз, сол арқылы Ресейдің сыртқы табысын кемітеміз, сырттан кіретін табысын азайтамыз деген болатын. Енді Иран менен Орта Шығыста мынандай қырғын болатын болса, мұнайдың бағасы түспейді. Неге? Бұл соғыс Иран жерімен аяқтамауы мүмкін, ары қарай мұнайлы өңірлерге кетеді, ары қарай бұл тасымалға мәселе туады. Сосын сол Иран және оның маңындағы теңіз аймақтары, теңіз айлақтары, тасымал жолдары, бұның барлығында мәселе ушыға түседі. Сонымен бұл мұнайдың бағасы көтеріле түседі. Себебі ары бері ұшып жүрген зымырандар, дрондар ол алып жаңағы мұнай таситын, газ таситын танкерлерге оңды солды тиеді. Сосын жұрттың бәрі одан қаша бастайды. Қысқасы тасымалдау құны арта бастайды. Сақтандыру компаниясы сақтандырудың құнын қымбаттатады. Сақтандырудың құны қымбаттағаннан кейін тасымалдау компанияларда құнын қымбаттатады. Тасымалдау компаниялар құны қымбаттағаннан кейін мұнай газдың бағасы өсе бастайды. Сөйтіп орысты мұнай газ сатудан түсетін қаражаттан қағамыз деген жоспар іске аспайды. Онсыз да мен кешегі лекциямда Тахоя көлі жағасында сөйлеген лекциямда айтқан болатынмын. Орысқа Еуропа санкция салып жатыр. Тағы да осығанға дейін өздері көрмей қалған, көзінің астынан, кірпігінің арасынан өтіп кетіп, Еуропаға заңсыз мұнай газ тасымалдап жүрген бәленбай Путиннің кемелеріне санкция салыпты. Салмақ екен, енді жаңа орыстың мұнайының бағасын $1 ары, жаңа $45 ары асырмаймыз депті, енді оны ақылдасады екен, Қысқасы, менің баяғыдағы Еуропаның Ресейге деген санкциясының сиқы туралы менің айтқаным тағы да осы келеді. Биыл бидайына санкция салады.
бидайын алмаймыз дейді, бірақ арпасын еке салады. Келер жылы ойбай арпасына санкция саламыз, Ресей арпасымен байып жатыр екен ғой дейді де, арпасына санкция салады, бірақ жүгерісін 8 есе алады. Қысқасы сөйтіп жаңағы кете береді. Биыл тауығына санкция салады, бірақ қойын еке салады. Келер жылы қойына санкция салады, сиырын еке салады. Сонымен қысқасы Ресейдің бәрібір есебі түгел болып тұр. Бұл арада мен қазақтарға осыны айтқанда, Еуропа, Американы бір осындай бір екі қарсы бағыттағы түсініксіз саясат қолданады деп айтып отырғаным жоқ. Мүдделі қаржылы топтар бар, соғысты қолдайтын топтар бар, қолдамайтын топтар бар, мұнай-газдан ақша тауып отырған топтар бар, мұнай-газдан ақша тауып отырған қаржылы алпауыт топтардың көмегіне сүйеніп билікке келіп отырған саяси топтар бар. Бірімен бірі байланысып, бірімен бірі өстіп жалғанып қалған дүние. Жаңағы мұнай-газды шектен тыс тиіп жіберсе, әлгі қаржылы топтар, мүдделі топтар әлсірейді. Олар әлсірегенмен қоймай, мемлекеттің ішіндегі мұнай-газдың жаңағы тепе-теңсіздігі туады. Бұның барлығы айналып келгенде тағы айналып кеп, сол жаңағындай сізбен біз түсіне бермейтін саясаттарға жалғасады. Бұл қазақтарға дүниені ақ пен қара деп қана түсінетін, жаңағы социалистік жүйе жақсы, капиталистік жүйе кәкәй, жаңағы орыс жақсы, орыстан басқаның бәрі жаман, Америка империализмі, Еуропа анау мынау деп өмір бойы сол совет сасыған көзқараспен өткен адамдарға мына дүниенің алуан түрлігін, күрделілігін, ақ пен қарадан емес, алуан түрлі Құдай жаратып қойған дүниенің бар екендігін, жаңағы бүкіл дүние сондай бір циклде айланысты екендігін түсінсін деп айтып отырмын. Енді бірі осы Иранның мұнай соғысы, Иранда болған бұл соғыстың арты енді ушығатын болса, сол айланып келгенде мұнай-газдың бағасының өсуіне апарады. Және бірі Иранның мұнайына $500 триллион қаржыны бір жолда салып тастаған Ши Цзиньпин еді, Қытай еді. Иран мұнайының негізгі аларманында Қытай болады ғой. Енді мүмкін Иранды осы беті тасталқан қылып бір жола, бір жылда ма, 2 жылда шынында жойып жіберетіндей деңгейде, немесе Иранның мынау діни радикалдық, мынау дін бұзарлық, деструктивтік, фашистік билігін құлататын болса, мүмкін бұл Орыс, Қытай, Иран үш елдің құрсауында жатқан Қазақстанға мүмкін бір демократияның, еркіндіктің, азаттықтың сәулесі Каспий теңізінің ар жағынан бізге шашылатын шығар. Мүмкін Иран демократиялы елге айналатын болса, Иран бір оң бағытқа, бір есі дұрыс елге айналатын болса, мына Орыс, Қытайдың жетегіндегі ел емес болатын болса, мүмкін біздің Қазақстанда азат қылуымызға бір жол ашылып қалар деп ойлаймын. Енді оны бір Алла біледі, бірақ қалай болмасын, қазір бір нәрсені байқадыңыздар ма? Құдай өзі өмір бойы Орыс, Қытай, Иранның осы үш жақты жаңа тарихтан бері соғысында, қыспағында, шапқыншылығында жасап келе жатқан Орта Азиялықтарға бір жақсылық әкеле жатыр ау. Орыс міне 1 миллион әскерінен айырылып, тарихта болмаған ең әлсіз жағдайға түсіп, титықтап отыр, шықпа жаным, шықпа деп көрдің аузында, бүгін кетем, ертең кетем бе деп тұр. Қытай мынау саяси жағдай тасталқан болып, түсініксіз, мүлде түсініксіз жағдайда ол тұр. Енді Иранға мынандай халаулайлым, қаулайлым ән басталатын болса, бұның арты да қысқасы бізге пайдалы. Бізге Орыс, Қытайдың, Иранның ойран болғаны ғана керек. Осы үш жауыз диктатуралық, радикалдық біздің жерімізді жаулаған, тарихта бізге сан мәрте шабуыл жасаған бұл елдер, Иранда, Орыста, Қытайда. Тарихтан бері қазақ болып осы аспан алақандай жер тебінгідей кезден біз Қытаймен алыстық. Қытай сол бізден қорыққаннан ана Қытай қорғанын тұрғызды. Кейін мынау біз жоңғарды жер бетінен жойып жіберіп, үфтеп, әбден әлсіреп, үш қазақтың екісі қырылып тұрған кезде әлсіреген тұсымыздан пайдаланып, көк темірі көп орыс, аузы мұрны түк орыс, қаруы бар, от қаруы бар орыс бізді жаңағы жаулап алған. Сол бізді оңай жаулап алған жоқ, ол бізден жеңілермен болып енді қояйық дегенде қазақтың сол ішінен шыққан сатқындар өз билеушісіне әскер бермей, өз билеушісіне салық төлемей, ең соңында басқыншыдан алған медалдарымен өрдендеріне, тондарына, қолына берген, Мәскеу, Петербургдан берген мөрлеріне қарық болып, ең соңында солар өзі тұқымына дейін жойылып кетті. Сол қазақты сөйтіп руға бөліп, жікке бөліп, топқа бөліп, орыс сатып алды өзі. Енді бірі мынау Иран, ол анау есте жоқ ескі заманда біздің мынау Орта Азияда, тіпті қазіргі мына Каспийдің Ақтау төңірегіне дейін, тіпті Қызылорда осы жаққа дейін
Бұлар тіпті мына біздің орталық Қазақстанға дейін бұлар бір кезде жаулап, үнемі шабуыл жасап тұрған ел. Тіпті анау есте жоқ, ескі заманда қазақтар бұл осы қызылбас сарттарды тықсырып отырып қазіргі жеріне қуып тастаған. Біздің оңтүстік өлкенің біразының сарттың ықпалында болғаны сол ескі замандағы соғыстардан қалған. Енді оның берісін айтсақ, кешегі Ақсақ Темірдің өзі сол сарттардан піл алып, жаңа қару алып, жаңа от қару алып, сөйтіп сол заманның от қаруын алып біздің мына Тоқтамысқанмен соғысатыны, Тоқтамыстың Ақсақ Темірмен соғысып жатып, ары қарай Мәскеуді 3 мәрте өртейтіні, одан ары қарай Бабырлардың сол жаңағы мына үнді Пәкістан, Тибетті жаулап алатын, Таж-Махал салатын сол замандағы біздің жаңағы айға шауып тұрған кезіміздің тарихы еді ғой. Сол кезде сол Ақсақ Темірдің ар жағында соның арқа сүйеген әскер беріп, қаржы беріп тұрғанда осы сарт болатын. Жалпы қазақтың айналасындағы осы үш жау тарихта бұрын соңды болмаған деңгейде үшеуіне де зауал төніп тұр. Бұл жақсылықтың белгісі. Бұл біздің азаттыққа жақындағанымыздың белгісі. Егер Иран тасталған болса, не демократияланса, онда Қазақстанды сол Каспийдің ар жағынан бастап азат қыламыз. Егер Қытай тасталған болатын болса, онда біз шығыс алаш мемлекетін құрамыз сол жерде. Ежелгі қазақ хандығының ежелгі Үйсін патшалығынан мұраға қалған Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Сайрам, Тақия, Жыңғылды, Баркөл, Мори, Ақсайға дейін ежелгі ескі қазақ жерін аламыз. Оның өзі 1 миллион шаршы километрден артық жер. О жерде шығыс алаш мемлекетін құрып, сосын батыс алашты қазіргі Қазақстанды азат қыламыз. Егер Ресей тасталған болатын болса, Ресейде қалған қазақтың 1 миллион шаршы километр жері бар. Оны азат қыламыз. Қысқасы, Құдай бізге бір дес берейін деп тұр, бұл үлкен жақсылықтың белгісі. Мен өз басым сондай үміттімін. Осы зұлымдардың, жауыздардың кез келгені зауалға бет алса, бізге жақсылық келеді. Аман болайық, сау болайық, құрметпен Серікжан Біләшұлы.